Ассалаумағалейкум. Біздің фабричный екінші водопадына баратын жер. Уже полный жол бар. Енді бұл жаққа да жол салып тастаған. Бұл жол ана не мини гестер болады дейді. Турбиналар қояды дейді әр жерден. Соған арнап салған екен. Енді ары қарай бар жатырмын. Водопадқа бармай, үшінші водопад жаққа дейін барып көрем. Қалай жол қандай екен көрейін. Жол деген керемет грунтовый жол. Жерлерде уже аяз қаттырақ болған екен. Мұздар ары қарай қаттанды, ары қарай өтіп кетсе болады екен. Бірақ терең ба деп тұрмын. Күнгей жақта вообще қар жоқ. Міне жол салып жатқан кісілер. Мына жерде будкалар бар екен, бүгін выходной ғой. Мақтан жол салып жатыр андай жерлерде. Үшінші водопад несіне дейін почти кетті. Ары қарай қанша жүргенін білмеймін. Үшінші водопадқа келе жатырмыз. Мынандай жерде мынандай жартас бар екен. Мына жерде бір жол бар екен. Малдың жолы ғой деймін. Бүйтіп таудың үстіне шығып кететін бұл. Міне мына бір жерге шығып алдым. Әне нелер тракторлар тұр мына жерде. Мына саймен келдім де былай шығып алдым. Осы үшінші водопадқа барады. Ана жер қатты не екен де ағаш өсіп кеткен, жүре алмайсың. Үстіне шығып кеттім. Сол үстінен шығып біраздан кейін төмен түсетін шығар. Бұл жақта вообще қар жоқ қой. Астынан онша білмейді екен. Енді ойлап тұрмын, осы жерде ғой деймін деп, водопад. Қазір сол жерге барайын деп тұрмын. Жерде жартастар екен. Өзен ағып жатыр кішкентай. Аз қалды. Жерден таудан түсіп келе жатырмын енді. Мына үшінші водопадтың бер жағында қақпасына дейін келдік. Осы жерде жартастар басталады екен. Қанша метр болады екен ол? Бір 30 метр ма, 30-40 метр болатын шығар. Пятиэтажкалардың бойымен бірдей ғой, примерно. Одан да биік па. Бұл жерде только қасқыр ғана жүрген екен. Сол қасқырдың ізімен келе жатырмын. Былай кетіп қапты. Апаны болмаса болды, самый главный. Ассалаумағалейкум. Міне үшінші водопадқа да жеттік. Енді ары қарай өтейін деп тұрмын. Жер мұз не екен? Сәл ар таманынан өтуім керек қой деймін. Міне. Мұз қатып қапты.
Міне 3-ші водопадқа да жеттік. Жерде мынау бірінші скаты ғой деймін. Тағы да скаттар бар шығар. Сарқырамалардың. Ұзын Қарғалы өзеніндегі 3-ші фабричный водопады ғой. Мына жақта бәрі қат-қапты полный. Жерде біреу 55-ші жылы келген ғой деймін. Жазда су көп болатын жерде кәдімгі сарқырап атады ғой. Мына жаққа әрең келдім, мына жақтардан. Жердің бәрі су болып ататын сияқты ғой. Жерлерді ямалар ортасында. Мына жерге 3-ші водопадтың міне 2-ші каскадына жеттім. Мына жерге шығып алдым. Мұз қатты екен.